Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы да бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей. Қараңыздаршы, қандай күшті дей ме? Оң беті осындай болса, теріс беті мінекей осындай. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Сосын қараңыздаршы, міне. Әр домалақтың ішінде көз бар, мінекей. Керемет, иә? Мына ақ жіппен шамалы тығыздау тоқылғасын онша көрінбей тұр. Бірақ шамалы бостау жіп болатын болса, міне сонымен керемет болады өзі. Мінекей, көрдіңіз, негізі менің жібім шамалы қаттылау болып тұр. Ал уақыт енді осыны тоқып көрейік бүгін, иә? Мен мына жерде 22 көз алдым, сосын теріс бетінен тоққан жоқпын терістерді. Өйткені біз қазір теріс бетінен узорымыздың бастапқы қатарын тоқитын боламыз. Ал кеттік. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көз әрқашанда іліп аламыз. Сөйтеміз, екі оң, екі теріс деп бастап кетеміз. Екі теріс, екі оң, бір теріс. Мінекей осы. Қазір біз көздерді қадағалап отырайық. Тағы да екі оң, екі теріс, екі оң, бір теріс. Мінекей. Екі оң, екі теріс, екі оң. Осымен узорымыздың бастапқы қатары аяқталды. Енді бірінші қатарын тоқимыз. Біріншіден іліп алдық. Енді екі теріс. Мына жерде екі оң көрініп тұр, міне. Мінекей қараңыздар. Бір оң, бір жіпті іліп аламыз. Бір оң, екі теріс. Мына жерде бір оң тұр, иә? Бұны біз тоқымай өтеміз. Оң білдекешке ауыстырып жібереміз да. Көрдіңіздер ғой, иә? Мен арт жағынан алып тұрам. Егер де алдынан алатын болсам, кейін теріс жағына теріс болып тоқылған кезде айқасып кетеді, мінекей. Осылай болып, иә? Ол дұрыс емес. Мінекей, сондықтан да мен арт жағынан іліп алдым да, үстіне ұзын жіпті үстіне былай өткіздім, мінекей. Көрдіңіздер ғой? Екі теріс, бір оң, бір жіпті іліп аламыз. Бір оң, екі теріс, біреу, екеу. Мына оң жіпті біз тоқымай өтеміз жаңағыдай, мінекей. Екі теріс, бір оң, бір жіпті іліп аламыз. Бір оң, екі теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Екі оң, үш теріс, біреу, екеу. Іліп алған жіпімізді терісіне тоқимыз. Үшеу, екі оң. Мынау жаңа оң бетінде тоқымай өткен жібіміз ғой, үстінен бір жіпті шалып алдық, оны екеуін біріктіріп, екеуін теріс қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Екі оң, үш теріс. Мінекей. Енді осы екінші қатардың аяғына дейін сурет бойынша бәрін тоқып шығамыз. Мінекей, осыменен узорымыздың екінші қатары да аяқталды. Үшінші қатар. Екі теріс,
3 оң, 2 теріс. Оң жіпті біз тоқымай өтеміз. 2 теріс, 3 оң, 1, 2, 3, 2 теріс. Оң жіпті біз тоқымай өтеміз. 2 теріс, 3 оң, 2 теріс. Осымен узорымыздың 3-ші қатары аяқталды. Жаңа айтуды ұмытып кеттім сіздерге. Бұл узор өзі 6 қатардан тұрады. 4-ші қатар 2 оң, 3 теріс. Осылайынан біз осы 4-ші қатарда сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мұны тоқылмай өткен жағы жібімізді екеуін теріс қылып тоқып жүреміз. Болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Суретіне қарап тек тоқи бересіздер, болды. Бұл узорда да өте оңай. Мінекей, осыменен біздің узорымыздың 4-ші қатарда аяқталды. Бесінші қатар 2 теріс. Бұл жерде 3 оң, иә? Мінекей, көрдіңіздер ғой, жаңағы көз мына жердегі. Іл болғандамыз. Енді қараңыздар. Жаңа бастапқы кезде бұл 2 оң болатын. Енді жібілі болғасын 3 болды. Енді бұны қысқарту керек. Қараңыздар, мынау 3-ші көзді біз оң білтекпешпен іліп алып, мынау сол білтекештен босатамыз да, мынау арт жағынан қайттан 2 көзді іліп аламыз. Иә, сөйтеміз да, мынау оң білтекештегі көзді біз оң қылып тоқимыз. Мына қалған екеуін біз қысқартып жібереміз. Мінекей. Қазір тағы бір қайталап жіберейік. 2 теріс. Мына бір оңды біз тоқымай өтеміз. 2 теріс. Мінекей, осыны қайталайық. Мінекей, соңғы 3-ші көзді біз алдық та, қалған екеуін босатып, мынау теріс жағынан іліп алдық. Сөйттік та, мынау оңды біз көзді оң қылып тоқыдық та, қалған екеуін біз қысқартып жібердік. Түсінікті ғой, иә? 2 теріс. Оңды біз тоқымай өтеміз. 2 теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. Мынау соңғы көзді біз, 3-ші көзді біз іліп алдық та, оң білтекешке. Сол білтекештен қалған екеуін босатып, арт жағынан іліп алдық та, оң білтекешті көзді біз оңынан тоқыдық. Қалған 2 көзді біз қысқартып жібердік. Мінекей, 2 теріс. Осымен узорымыздың 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар. 6-ші қатарда біз сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей. Мінекей, бар болғаны осы. Мінекей, осыменен узорымыздың 6-ші қатарда аяқталды. Ал узорымызды бір көріп жіберейік. Міне көрдіңіздер ғой, мынау мен қолымда ұстап отырған жібім жұмсақтау. Мынау ақ жіпке қарағанда. Міне көрдіңіздер ғой, көздері қандай әдемі болып көрініп тұр, иә? Мінекей. Сосын тағы бір айта кететін жағдай.
мына түймеге көз салған кезде орнына осындай узор салып тоқып, осындай нені узорды қолданса да болады түймеге. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Қандай керемет. Енді тағы бір қайталап жіберейік. Тек бірінші қатарын ғана көрсетіп жіберем, қазір есімізге түсіру үшін, иә? Мінекей. 2 теріс, бір оң, бір жіптеліп аламыз, бір оң, 2 теріс. Мына оң жіпті біз тоқымай өтеміз. 2 теріс, бір оң, бір жіптеліп аламыз, бір оң, 2 теріс. Оң жіпті тоқымай өтеміз. 2 теріс, бір оң, бір жіптеліп аламыз, бір оң, 2 теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Мінекей. Өстіп ары қарай жалғастырып кете бересіздер. Түсінікті ғой, иә? Мінекей, қандай керемет. Тамаша. Түсінбеген жерлеріңіз болса, видеоны қайттан кері айналдырып, қайттан көруге болады. Мінекей. Тамаша болайын деп тұр өзі узор. Кофтаға да, тіпті кардиганға да тоқуға күшті болады, осы маусым мезгілінде. Ал енді үлкен тоқымамызды көрейікші. Керемет болып тұр, иә? Тамаша. Міне осы бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Мен өте қуанып қалатын боламын. Сау, сәлеметті болыңыздар. Жақсы.